Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силермен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырдык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Силерге мурда айткандай, мен Манасчы Сагынбай Оразбаковдун вариантынын негизинде 5 томдуу Манас романын кара сөз түрүндө жазган мына бул китептер силердин көз алдыңарда турат. Бұл кітептердің барын мен Қырғыз Республикасының білім беру жана илим министрлігінің алдындағы білім беру академиясының тексерүүсүн өткөрүп, азыркы учурда китептерим толугу бойдон орто мектептердин кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Мектеп окуучуларына эпосту окуп үйрөнүү жеңилирээк болсун деп мен атайын мындай 8-11 класстын окуучулары үчүн атайын китептерди түзүп чыктым. Бул дептерлер дагы Билим берүү академиясы тарабынан мектептердин программасына кошулган. Азыркы учурда мен Манас үчүлтүгүнүн 2-чи бөлүгү болгон Семетей эпосунун үстүндө иштеп жатамын. Азыр Семетейдин 1-чи тому бүтүп, 2-чи томдун үстүнөн иш кетип бараткан мезгил. Биздин баатырдык эпосубузду дүйнөгө көбүрөөк жайылтуу үчүн мен бүт Манас романындагы 5 томдуу романды толук ойдон орус тилине которуп чыктым. Жана 2 тилдеги вариантты тең атайын интернет сайт ачтым, epos-manas.com. Ошол сайтка коюп койдум сатуу үчүн. Кимде ким кааласа, ошол жерден китептерди сатып алса болот. Мындан тышкары биздин азыркы видеороликтерди мен кыргыз тилинде гана эмес, орус тилинде да чыгарып жатамын. Орус тилиндеги видео тасмалар азыркы учурда дүйнөнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Бул деген биздин дүйнөдөгү жашап жаткан ар бир адам Манас эпосу менен өзүнүн эне тилинде же өзү жакшы билген тилде тааныша алат дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан мен силерден суранат элем, биздин видео тасмалар жөнүндө маалыматты өзүңөрдүн жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерде жашап жаткан туугандарыңарга, досторуңарга, тааныш билиштериңерге маалымдап койсоңор, Манас эпосун жайылтууга өз салымыңарды кошкон болот менен. Мына мен Манас эпосунун романы боюнча айтайын деген кыскача сөзүм ушул. Эми мен силердин уруксатыңар менен өз романымды окууну улантсам. Акылайдын үйүнө жеткенде Алмамбет аттан түшпөстөн, үйгө кирбестен эшиктен сурады. Бул жерде адам барбы? Ат менен адам чакырган ким бул? Атың ким? Деп төрдө отурган Акылай ордунан турбастан кыйкырды. Мен Алмамбетмин. Үйдө Манас баатыр барбы? Же сиз анын басырган жагын көрдүңүзбү? Бул Кытай эмне? Мени шылдыңдап жатабы? Ызалуу ойлоду баш чачын оңдогон Акылай. Эмнеге Манастын үйүмдөн издеп жүрөт? Баатыр мага таптакыр келбейт. Дайыма байбиче жүргөнү баарына белгилүү эмеспи? Кантип эле муну Алмамбет билбей калсын? Сыртка чыгып, коногуна чуулуу чык деген токол анын момойгон түрүн көрүп, өзүн колго алды. Алмамбет бизге жаңы келип, бул жагдайды билбейт окшойт деп жоошу түштү Акылай. Макул анда. Мен буга болгон чындыкты айтайын. Ал экинчи үйүмө келип, Манас издебей турган болсун. Жаа калдырган токол өзүнүн тартипсиздигин көрсөтүп, жөн айтпастан
Алмамбет қақшықтай баштады. Батырың байбичеден шыға албай, ошонун үйүндө жаткандыр. Манас кара бөрктөн баш булгап, бастырмак аябай кыйын. Башында келип жүргөн Батыр быйыл мага таптакыр жолго койду. Акылайдын кызарган татарган жүзүнө карап, Алмамбет башын көтөрүп чайкады. Манастын эки катыны болгону менен азыр бойдоп турбайбы? Анын эки аялында тең көңүлү жок экен деп өзүнчө тыянак чыгарган Кытай жагадар болгон жолбоштой ыңгыранып Жакыптын үйүнө кайтып келди. Кызматкерлер атын алгандан кийин ал үйгө кирип жаңыдан ытыкташканда Манас да жетип келди. Балам, кайда бардың? Сурады андан Жакып. Ата, жооп берди Манас. Мен Алмамбет балаңа катын издеп жүрдүм. Ал кантип жалгыз жүрмөгөлө. Казактардын кадырлуу, кыргыздардын кыйын кыздары бар болсо, алып берейин деп 40 жигитимди жетелеп алып, Самаркандын кыштактарын 8 күндөн бери тынбастан караштырып, чырым албай куурадым. Унуткандан кийин мурду башы болуп кеткен Алмамбет муртунан күлдү. Таңдырайындын баласы деп ойлоду Батыр. Мен муну кайда жүргөн экен десем, мага катын издеп жүргөн турбайбы? Анын мыйыгынан күлгөнүн байкаган Манас энисине жылмая карады. Сен эмне кубанып жатасың, Алмамбет? деп сурады болгон. Батыр ойлонуп туруп ишти кылыңыз, жооп берди Алмамбет. Мен эмне, бир жолоочумун. Байкап көрсөм, кара бөрк менен Акылбай катындарыңыз болсо да, сиз кадимкидей бойдок экенсиз. Алмамбеттин сөзүн уккан Манастын өңү бозоро түштү. Бул Кытай эмне жатат? Айып деп аябай ачуусу келди Батыр. Мени шылдыңдагандай, ал ким? Менин катындарым барбы, жокпу? Анын эмне жумушу бар? Конок болгондон кийин сый менен жүрө бербейби? Алмамбеттин жүзүнө карап, анын көздөрүнө мээримдүүлүктү бооркелик сезген Манас уялып кетти. Мага эмне болгон? деп пушайман болду Батыр. Эмне себептен Алмамбет чогуу үчүн конок деп жатам? Ал бир тууганым эмеспи? Мени менен кошо апамды эмип, кадимкидей бир тууганым болуп калды. Бул жөнүндө энеден 2, атадан 4 болдум деп элге жарыя кылбадым беле? Анда эмнеге Алмамбет жөнүндө ушундай жаман ойлоп жатамын? Алмамбеттин ага жылмая карап турганын көргөн Батыр ого өтөр уялды. Жок деп ойлоду Манас. Түсүнө караганда Алмамбет мага чын көңүлү менен күйүп жатат окшойт. Мен жокто катындары менен сүйлөшүп, алардын мааниси жок экендигин дароо акылдуу неме түшүнүп, мага боор ооруган өлтүрейин дегени го. Мен ачууланбастан аны колдойм. Ошондон кийин ал бул сөздөрдү эмне үчүн айтканын билинет. Эгерде ал чындап мага жан тартып жатса, бир жол. Эгерде мени шылыңдаган болсо, анда Алмамбеттин шору атканы. Сенин бул сөзүң рас, деп Манас агасынан күлдү. Андай болсо, жалгыз жүрбөстөн жакшы бир кыз таап үйлөнгүн. Батыр дароосун ышкынды Алмамбет. Кудайга шүгүр деп жеңилдей түштү Манас. Алмамбет мени шылдыңдабаптыр. Ал аялдарымды чогуу экенин түшүнүп, мага боор ооруптур. Чын ниеттен мага аял ал деп уштап жаткан турбайбы? Макул энем, деди Батыр Алмамбетке жылмая. Сунушуң жөнүндө ойлонуп көрөйүн. Эгер туура келсе, аял алайын. Дал ошондой кылыңыз, каным, башын кел Алмамбет. Сиздей Батыр сөзсүз түрдө жакшы, таттыктуу аял алыпсы керек. 10-бап.
Manастың Қаныкейді алғаны. Атемірдің қызы Қаныкейдің өзінің аты Сани Рабиға. Ал қандың кесінде болғандықтан Қаныкей деп аталып кеткен емес. Өңі қара болғандықтан Атемірді Қарақан деп аташқан емес. Сани Рабиғаны Манас төмендегі жағдайларда аялдыққа алды. Алмамбеттің қатын алу жөніндегі кеңесінен кейін Манас бұл жөнінде көпке ойланып, bir күні атасымен отырып сөйлесті. Ата, деді Батыр, мен қатын алдырған болдым. Неге? Таңғалды жақ. Саған екі қатының жетпей жатау. Тура айтасың. Азыр екі қатыным бар. Аны біріншісі Қайыптаңдың қызы Қарабөрік болса, екіншісі Шорықтың қызы Ақылай. Бірақ екі өте қандай шарттарда маға қатын болғанын естетші. Ата, Қарабөрік анын атасы Қайыппенен салғашып жатқанда, Ималайдың тоосында, Қаңғырдың қара қуысында қастық қылып жолымды тосты. 300 нөкермен атышып жатқан жерінен мен алып қолға шірдім. Оның тура. Ақылайда жеңіліп қалған елдің қызы. Алайға 6 айдан келген үстен кейін анын атасы Шорық Ташқұтымдың таласынан, Тағызманың қаласынан қатылғанда анын ташталғанын шығардым. Жанын аман сақтап қалу үшін Шорық қызын тарту ері жұртымен талуынан қалды. Тура айтасың, балам. Бірақ 2-3 жылдан мен қыз алғандай болған жоқпын. Ата, орыс күнді Батыр. Неменеге? Ел қатары құлды құрып, дайындап, құда болып, қайындап, маға қатын алып берген жоқсың. Сен бұл қарызыңдан емдеуше құтылбадың. Мұның да қадетсіз сөз. Аталық міндетімді атқару үшін мен не қылайын, балам? Сен жақсы жерден қыстап, құдалашып, қаза салт сақтап, маға қатын алып берген. Яшым 30-ға жетсе дағы қатын алғандай болмадым. Ата, мұны сен не дейді? Жақыптың өңі бозыра түшті. Дағы қатын алам дейбі? О, Құдай! Бұл тентек балам білебі? Қатын алу үшін ақша керек. Мен мұны 2 ай алу үшін далай дүниемді шаштым. Алла жеңілген елдердің қыздары болғандықтан менден анша шығып кеткен емес әлі. Бірақ азыр қаза салт сақтап, балама қыз алып береткен болсам, далай ақша кетеді. Мұның барын кім төлейді? Чүйіміне шыққан Жақып ашықтан тіктеп, Манас қамыра бастан аны мұстайып қарап тұрғанын көрдім. Мен не қылсам? Айлас кетті ауышқан. Егерде Манасқа қатын алып бермейін десем, аябай чырт-чатақ шығады. Ошондуктан анын сунушуна макул болгондон башка айла жок. Бирок чыгымдар тууралуу алдын ала сүйлөшүп, чечип алайын. Балама калыңды толук бойдон төлөп турайын. Макул болбой, мени калыңды толугу менен төлө десе, анда алдап соолап, жок дегенде чыгымдын жарымын анын мойнуна жүктөйүн. Макул балам, мээримди жылмады жак. Үйлөнгүң келсе, үйлөн. Бирок 30га чыккан болсоң да билсең керек. Катынды салт боюнча алганда көп чыгымы болот. Аны ким төлөйт? Ата, андан эч кам санабагын, жооп берди Манас. Эгерде аманат жаным эсен болсо, ар канча чыгымды өзүм төлөймүн. Кудайга шүгүр, ичинен жеңилдешкен чыгымдардын баарын балам өз мойнуна ала турган болду. Анда болсо менден эмне кетти? Каалаган жеринен балама кыз алып берейин. Кандын кызы дейби, жакырдын кызы дейби, кайсы жерге болсо да барганга даярмын. Ага татыктуу кызды издеп табайын. Үйдө отуруп,
Екі қатының сөзінен булығып та кеттім. Манасқа қатын алып беру үшін досымен сыртқа шығып, қиыла сергіп келем. Ел жұртты да көрем. Мақұл балам, деді көңілі тыныштаған Жақып. Саған қандай қыз алып берейін? Ата, маға қандай қыз тура келбейді. Маға еркелеткен елі, жандама күткен елі бар, бидің қызының керегі жоқ. Алымдығын ашырған, ар еш қылса жашырған, бірдің қызы дағы болбосын. Үкілі өсексек, дөң маңдай, жардының қызы дағы жарабайды. Жамандық көрсек кектеген, жарыбаған еш қылып, талауына жетпеген, арлуының қызын да таңдавағын. Байлардың қыздары саға тура келебі? Жоқ. Ала тұрған қызым чачылы, чачпақты, чалма етекті. Байдың қызы дағы болбосын. Сен малға жақпынсың. Мұндай келін башыңды барекетке салбасын. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убакыт соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.